Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 22-ші дәріс. Ад-дарс вассани вал айшрун. 22-ші сабақ. Мына жақта мына диалог немесе диалог берілген. Соны оқуды аршамыз. Диалог емес, әлде жай ғана мәтін. Қазір көреміз. Хамидун табибун. Хамид дәрігер. Заужатуху мударрисатун, оның әйелі оқытушы. Исмуха Аминату, оның исмі Амина. Хамидун лаху арбаату абнаин. Хамид, ода 4 ұлы бар. Енді мына жақта былай істеңіздер. Видеоны пауза басасыз, өзіңіз оқып аударып шығасыз. Немесе бір сөйлемнен аударып отырасыз. Кейін аударған сайын видеоны жалғастырып тексеріп отырасыз. Хум, олар, енді 4 ұлы бар дедік. Олар кімдер? Хамзату ва Уthману ва Ахмаду ва Ибрахиму. Хамза, Усман, Ахмед, Ибрахим. Ахмаду ва Хамзату талибани. Ахмед пен Хамза, олар екеуі оқушылар. Ахмаду талибун мучтахидун ва Хамзату талибун кассалану. Ахмед ынталы оқушы, ал Хамза жалқау, еріншек оқушы. Қала Юсуфу, Юсуф айтты. Инди хамсату ақламин. Менде 5 қалам бар, деді, Юсуф. Хаза қаламун ахмару, бұл қызыл қалам, ва хаза қаламун азрақу, бұл көк қалам, ва хаза қаламун ахдару, бұл жасыл қалам, ва хаза қаламун асваду, бұл қара қалам, ва хаза қаламун асфару, ал бұл сары қалам. Қалат Зайнабу, Зайнаб айтты. Инди манадилу кафиратун. Менде көптеген көп қол орамалдар бар, салфеткалары бар. Хаза абияду, бұл ақ, ва хаза асфару, бұл сары, ва хаза ахмару, бұл қызыл, ва хаза азарқу, бұл көк, ва хаза ахдару, ал бұл жасыл. Қалат лаха Фатимату, оған Фатима айтты. Индаки миндилун асваду, сенде қара салфетка бар ма, немесе қол орамал? Қалат, ол жауап берді, айтты. Ла, жоқ. Ма инди миндилун асваду. Менде қара салфетка жоқ. Немесе қара қол орамал. Қала Талхату. Талғат айтты. Инди мафатиху кафиратун. Менде көп кілттері бар. Хаза мифтахул ғурфати. Бұл бөлменің кілті. Ва хаза мифтахул хақибати. Бұл сүмкенің кілті. Немесе чемодан. Ва хаза мифтахул сайярати. Бұл көліктің кілті. قال سفيان айтты. في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. Біздің елімізде немесе қаламызда көптеген мешіттер мен медреселер, мектептер бар. وفنادق قليلة. Ал және аз қонақ үйлер бар. أهؤلاء أطباء. Мыналар дәрігерлер ме? لا هم مدرسون. Жоқ, олар оқытушылар. وهم уламау кибарун. Және олар үлкен ғұламалар, ғалымдар. Ал-мамну'у минас-сарфи. Так, енді осы жақта біз бір грамматикадан бір ереже өтеміз. Ал-мамну'у минас-сарф деген. Орысша бұны двухпадежные слова дейді. Қазақша біз толық септіктерге жіктелмейтін сөздер десек болады. Жаңа бізде атау септігі, барыс септігі, жатыс септігі деген секілдер бар ғой. Сол барлығына жіктелмейтін сөздер. Бұлар тек қана 2 харекет қабылдайды. Не дамма, тануин қабылдамайды, не фатха, касра қабылдамайды. Касра мен тануин бұлар қабылдамайды. Так, сіздерге түсінікті болу үшін қазір бір мысал жазып өтейін. Мысалы біз ذهب кетті, ذهب Ибрахиму риядқа кетті деңізді қалай жазатын едік? Иля рияды. ذهب Ибрахиму иля рияды. Мұна кәсірімен кәмді қалай иля рияды немесе иля ябани деке. Жапония кетті. Мұны кәсірімен жаздық. Не үшін кәсірімен? Себебі мұна жақта мұна иля бар. Ал мамну минас-сарф деген сөздерде, соның тобына кіретін сөздерде, мына захаба
إبراهيم إلى مكة. إلى مكة دي ما أتبايمس بس مثل إلى مكة دي سببه بول سوز ممنوع من الصرف طلق جكتلميده يعني بار الحركة قول دمايدا بول فتحة جاني ضمة من شكل ده كسرة بول غرق بولغان جرده بودا فتحة بولاده نا سوز وغان أسير يتسيدا تيقنا соңына فتحة من يختلاده من يندو قاندي سوزير الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف يند كيليسة ترلر اسم سوزيرден болған келесі түрлер я категориялар бұлар толық жіктелмейді. Енді олар қандай сөздер? Әйел адамның аттары барлығы Зайнабу, Марьяму, Фатимату, Аишату, Маккату, Джуддату деген секілді. Мынау Джудда деген қала. Мысалға ذهبت فاطمة Айшаға кетті деке إلى عائشة дейміз. Ал жай ер адамдардың атын айтатын болсақ ذهب محمد إلى حامد. мына жақта міне танвин касра. Мынау мамнуъ мин ас-сарф. Әйел адамдары аттары бұлар мамнуъ мин ас-сарф толық жіктелмейді. Мына жақта кәсіран орнына фатхан қабылдады. Осы сөздер. Кейін тамарбутаға аяқталатын ер адамның аттары Хамзату, Усамату, Муауияту, Талхату. Бұлардың барлығын жаттап отырыңыздар. Одан кейін Уthману, Аффану, Суфьяну, Марвану, Нуъману. Осылай алифпен нунға аяқталатын адамдарының аттары, ер адамдардың аттары. Уthману, Аффану, Суфьяну, Марвану, Нуъману. Одан кейін аттарды жаттап алыңыз. Кейін міне сипаттар. Каслану, шалқау, еріншек деген сияқты. Алифпен нунға аяқталатын. Жауану, аш, атшану, шөлдеген, шабану, тойған, малану, толған. Мысалы ыдыс суға толған деген секілді. Суға толған ыдыс. Одан кейін Ахмаду, Анвару, Акбару, Ахсану. Дәл әзірше біз уәзіндерді бір арнайы формулалар, шаблондар үйренбей қойық, қиын болып кетеді. Мынау аттарын өздерің ғана жаттай салыңыздар. Ахмад, Анвар, Акбар, Ахсан деген секілді. Бұларда мамнуъ мин ас-сарфқа кіреді. Сосын түстер. Абияду, Асваду, Ахмару, Асфару, Ахдару, Азрақу. Мына осы түстерді жаттап алыңыздар. Мысалы математикада бір кез келген есепті шығарылатындай бір арнайы формулалар болады. Негізі мына сөздерде арнайы формула қолдануға болады. Мысалы фу'лану, фa'лану деген секілді. Аф'алу. Бірақ біз олай терең кірмейміз. Сіздер жай ғана мына сөздердің өздерін жаттап алыңыздар. Осы түстер. Абияду ақ, асваду қара, ахмару қызыл, асфару сары, ахдару жасыл, азрақу көк дегендей. Сосын мынау арабша емес ер адамның аттары. Уильяму, Эдуарду, Лондону, Барису, Пакистану, Бағдаду арабша емес атаулар. Ибрахиму, Исмаилу, Исхақу, Яқубу, Юнусу, Юсуфу. Кейін мына сөздер. Ағнияу, көпшелер. Асдиқау, ақуияу, атиббау. Бұларды жаттап алыңыз. Фуқарау, өзарау, министрлер. Зумалау, кластастар. Фуқарау, кедейлер, мұқтаждар. Уламау, ғалымдар. Ағнияу, байлар. Асдиқау, достар. Ақуияу, мықтылар. Атиббау, дәрігерлер. Масаджиду, кейін осыларды жаттап алыңыздар. Масаджиду, мадарису, мешіттер, мектептер, фанадиқу, гостиницалар, макатибу, парталар, дақаиқу, минуттар, манадилу, қол орамалдар, мафатиху, кілттер, фанаджину, ыдыстар, карасию, орындықтар. Енді тәмринун жаттығу. Иқраил калиматил атията
واكتبها مع ضبط أواخرها. Келесі сөздерді оқы және оларда соңғы харекеттерін қойып жазып шық дейді. Оларды оқып, харекеттерін ауызша істесеңіз болады, ешнәрсе жазбай-ақ, жай харекеттермен бірге оқып шығыңыз. Мысалы, Мухаммадун тануын ба, немесе Мухаммаду даммама. Дұрысы Мухаммадун болады. Халидун, мына жақта Марьямун емес, тануын емес, мына жақта Марьяму. Фатимату, Аббасун тануын. Хамзату тануын емес, Масаджиду жай ғана дамма. Кутубун тануын дамма. Ақламун тануын дамма. Манадилу жай ғана дамма деген секілді. Буютун, Зумалау, Ландану, Суфьяну, Хамидун, Ахмаду, Ибрахиму, Маккату, Зайнабу, Астиқау, Мударрисатун, Махмудун, Бағдаду, Джамилун, Кабирун, Акбару, Мучтахидун, Тауилун, Каслану, Туллабун, Фуқарау, Алиюн, Пакистану, Аммарун, Сайяратун, Ахмару, Исмаилу, Барису, Бабун, Qaламун, Мадарису, Джуддату, Мафатиху, Мадрасатун, Мал'ану, Макатибу, Қарибун, Усамату. الكلمات الجديدة жаңа сөздер. Al-finjanu ыдыс, фанаджину көпшесі, al-мадрасату мектеп, мадарису көпшесі, al-масджиду білесер, ад-дақиқату минута. Қала айтты, al-мендилу қол орамал, al-мифтаху кілт, абяду ақ, ахмару қызыл, ахдару жасыл, асваду қара, азрақу көк, асфару сары. Осымен 22-ші дәріс аяқталды. Келесі 23-ші дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.